Өнім сапасы мен тұтынушылардың құқығын қорғау мәселесі қазіргі экономикалық жүйенің ажырамас бөлігі болып табылады. Елімізде ішкі нарықтағы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында сапалы өнім жобасы іске асырылуда. Бастама тікелей мемлекет басшысының тапсырмасы негізінде қолға алынған. Яғни сіз бен біз тұтынып отырған тауарлардың сапасын бақылау күшейтілмек. Осы аталған жоба аясында облысымызда ахуалды штаб құрылды. Былтырғы жылы бірлесіп штаб жұмыс нәтижесі бойынша импорттық өнімнің 11 түрі зерттелді. Соның ішінде 8 түрлі тауардан заң бұзушылықтар анықталынды. Ол тауарлар ЕАЭС шеңберінде елімізге декларациямен кіреді. Сонымен қатар бұзушылықтарға келсек, ГМО арқылы алынған компоненттердің болуы туралы мәліметтің жоқтығы, мемлекеттік тілде таңбаның жоқтығы және қолдану бойынша ұсыныстар мен шектеулердің болмауы бойынша. Осыған байланысты аталған субъектілерге 30 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынды және де әкімшілік хаттама толтырылды. Сонымен қатар сөрелерден алынып, өндіруші елдерге жолданды. Және де жаңа декларация, жоғарыда айтылған декларация бойынша біздің тарапымыздан эпидемиологиялық бақылау комитетіне және техникалық реттеу комитетіне декларацияны жою туралы ұсыныстар енгізілді.